Сәлеметсіздер ме? Қымбатты кішкентай менің тыңдармандарым. Кел балалар оқулық бағдарламасы аясында ертегі тола дорба атты сендерге арналған қызықты ертегілерді, оқиғаларды ұсынамыз. Ең алғашқы ертегіміз етік киген мысық деп аталады. Ертеде кәрі диірменші болыпты. Ол өмірден өтер алдында балаларына мұрасын бөліп береді. Үлкен ұлына диірмен, ортаншысына есек, ал кішісіне мысық тиіпті. Кенже ұл онша-мұнша қажетте шамалы, бұл мұраға көңілі толмай қапаланады. Ағалар-ау, дейді ол, өздерімен бірге болсам, тамағымды адалынан табар едім. Егер мына мысығымды жек қойсам, маған сосын оның терісінен басқа не қалмақ? Аштан өлген деген осы емес пе? Ағалар оған бас қатырмайды. Бұл сөзді естіген мысық сыр білдірмей сабырмен былай депті: уайымдамаңыз қожайын, маған бір қап бет қолайлы етігіңізді берсеңіз болғаны. Әлі-ақ қазір бекер ренжіп отырғаныңызға көзіңіз жетеді. Иесі мысығының сөзіне сенерін де сенбесін де білмеді. Бірақ та мысығының тышқандарды аулаудағы қулықтары мен ептіліктеріне өзі де мәлім еді. Өлген тәрізді жата қалып, артқы аяқтарымен оларды жақсы аулап алатын. Мысық қажетті заттарды алған соң, қапты иығына салып алып, етігін киіп алып, қоянды орманға бет алады. 40 қабат жапырағын толтырып алады да, орам жапырақты салып, жасырынып отырады. Көп күттірген жоқ, қояндар да келіп, орам жапырақты жей бастайды. Мысық бір қоянды шап беріп ұстап алады да, қаптың аузын бекітіп, патша сарайына барады. Маркиз Карабас сіздің дастарханыңызға сыйлық жіберді, деп мысық қоянды көрсетеді. Маркиз Карабас деген кім? Деп патша аңтан болды. Мен онымен танысқым келеді, дереу қонаққа барамын. Мысық патшаның алдына түсіп жүгіреді. Ол тоғанға жоқ шомылып жүрген қожайынына келеді. Оның киімдерін жинап алып, бұта түбіне тығып қойып, еш нәрсе таңғалмай үндемей иіле бер, деп қожайынына тапсырма берді. Содан кейін мысық патшаның алдына шығып: мында келіңіздер, Маркиз Карабасты қарақшылар тонып, шешіндіріп, өзін тоғанға тастап кетіпті, деді. Патша мен қаншайым таңырқап, оған көмектеспек болады. Маркизге бір сарай қызметші өзінің киімін берді. Маркиз үн-түнсіз иілді. Бәрі мынау не деген қарапайым еді, деп шу ете түсті. Ал қаншайым ішінен: не еткен сүйкімді еді, деді. Мысық шалғында шөп жауып жүрген шаруаларға қарай жүгіре жөнеледі. Алыстан зәулім сарай көрінеді. Қадірменді шаруалар, егер сіздерден патша мынау кімнің жері деп сұраса, бұл жердің иесі Маркиз Карабас деп жауап беріңдер. Жауап бермесеңіздер, бастарыңды аламын, дейді. Шаруалар келіседі. Патша өтіп бара жатып, мынау кімнің шалғыны мен егістігі? Ана сарай кімдікі? Деп сұрады. Бұл жердің иесі Маркиз Карабас, деп олар бір дауыспен жауап берді. Сарайда кісі жейтін жалмауыз тұратын. Мысық оған келіп: мені жұрт сізді кез келген аңға айналады деп сендірді, деді. Жалмауыз кейін күліп, жауыз арыстанға айналды. Ха-ха-ха! Мысық арыстанды көргенде қорқып кетті. Қандай да бір ұсақ жануарға айналасыз ба? Мәселен, тышқанға, деп мүләйімсіреді. Дәу бір сәтте тышқанға айналып, мысықтың алдында әрі бері жүгіре бастады. Мысық
дәуді әп сәтте бас салып қалғытып жек қойды. Осы уақытта патша мен Қаншайым кісі етін жейтін жалмауыздың сарайына келген болатын. Мысық қақпаны ашып, бәрін дастархан басына тойлауға шақырды. Қаншайым маркиз Карабасқа ғашық болып қалды. Олар екеуі үйленді. Осылайша маркиз Карабас атақты және бай болды. Ал мысық өмірінің соңына дейін тышқандарды ермек үшін ғана аулайтын болды.